Өте дәмді әрі пайдалы бринза және шпинат қосылған қызылша салатын дайындаймыз. Алдымен жаңғақты ұсақтап турап аламыз. Ыдысымызға салып, үстінен шпинатты 2 бөлікке бөліп, салатный листті алып, ортасынан үзіп қолымызбен ыдысымызға саламыз. Содан кейін бринзамызды алып, соломка етіп турап аламыз. Қыздар, бұл бринзаны үй жағдайында өзім жасаған болатынмын. Толық рецептісін каналымнан көре аласыздар. Суда піскен қызылшамызды алып, оны да соломка етіп тураймыз. Ыдысымызға салып, үстінен сұйық май, бал салып араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Ыдысымызға салып, дастарханға ұсынамыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.